Луиза Хейдің «Сіз өміріңізді емдей аласыз» кітабы әлемдегі миллиондаған адамдардың жүрегін жаулап алып, оларға өмірді жаңа көзқараспен көруге мүмкіндік берді. Бұл кітап жай ғана кеңестер жиынтығы емес, бұл өзіңізді терең түсінумен жаңаша өмір сүруге шабыт беретін құрал. Хей сізге өз ойларыңызды, сенімдеріңізді, эмоцияларыңызды қайта қарап, оларды өзіңізге пайда әкелетін құралға айналдыруды үйретеді. Луиза Хейдің әңгімелерінен адамдардың өмірін қалай өзгерткенін білгіңіз келе ме? Мысалы, қатерлі ісік диагнозына қарсы тұрып, өзін-өзі емдеудің жолдарын таба білген әйелдің оқиғасы сізге де шабыт береді. Бұл тек сөз емес, ғылыми зерттеулер мен нақты тәжірибелер. Хейдің әдістерінің шынайы өмірде қалай жұмыс істейтінін дәлелдейді. Бұл кітапта әркім өз өміріне өзгеріс енгізе алатын практикалық жолдар ұсынылған. Енді сізді не күтіп тұр? Луиза Хейдің әлеміне бірге еніп, оның сізге қандай жаңалықтар әкелетінін білейік. Ойлар мен дене арасындағы байланыс. Хей оқырманды таңғалдырып, біздің ойларымыздың физикалық денсаулығымызға қалай әсер ететінін зерттейді. Сіз таңертең ашулы тұрдыңыз ба? Мұндай эмоциялар бүкіл күніңізге қалай әсер ететінін байқап көрдіңіз бе? Луиза, бұл ұсақ сияқты көрінетін сәттер біздің денсаулығымыздың ұзақ мерзімді жағдайына әсер ететінін түсіндіреді. Ол қарапайым түсінікті өзгертудің физикалық ауруларды қалай жеңілдететінін көрсетеді. Оның теориясы тек тәжірибе ғана емес, 400-ден астам психосоматикалық зерттеулерге сүйенеді. Олар стрестің, жүрек ауруы, асқазан жарасы және басқа да физикалық жағдайларға әсерін зерттейді. Мысалы, Луиза өзінің қатерлі ісіктен сауыққанын, бұл ауру оның бойындағы терең реніштер мен ұзақ уақытты қорқыныштан пайда болғанын айтады. Ол ауруының себебін анықтаған соң, кешіру және өзін-өзі жақсы көру арқылы денсаулығын жақсартқан. Және де өз тәжірибесінен бір оқиғаны келтіреді. Әйел омыртқа ауруымен қиналып, қолдау жетіспеу сезіміне толы болған. Терапия және ойларын өзгерту арқылы ол физикалық аурудың негізінде жатқан эмоционалды мәселелерді шешкен. Мұндай оқиғалар сіздің эмоционалды күйіңізді реттеудің денсаулығыңызға қаншалықты әсер ететінін көрсетеді. Ойлардың сиқыры. Луиза біздің ойлауымыздың күнделікті өмірімізді қалай өзгертетінін қарапайым мысалдар арқылы түсіндіреді. Көзіңізді жұмыңыз. Және мен жетістікке лайықпын деп айтыңыз. Сіз бірден сенбейсіз әрине, бірақ бұл сөздер күн сайын қайталанған кезде сіздің санаңыз оны шындық ретінде қабылдайды. Егер сіз күн сайын солай айтатын болсаңыз, бірте-бірте бұл сөздер сіздің санаңызға сіңіп, сенімділікті арттырады. Аффирмациялар терең сенімдерді өзгерте отырып, мінез-құлқыңызды және өмірге деген көзқарасыңызды жақсартады. Мысалы, бір жас жігіт әрқашан өзін жеткілікті ақылды емес деп ойлайтын. Луизаның кітабын оқығаннан кейін, ол күн сайын мен ақылдымын және менің идеяларым құнды деген сөздерді қайталап, өзінің стартап жобасын жүзеге асыра бастайды. Бірнеше жылдан кейін ол табысты кәсіпкерге айналады. Ал ғылымда қалай дейді? Ғалымдар нейрондарды зерттей отырып, адамның өзін-өзі жақсы көру туралы айтылған сөздерді көргенде немесе естігенде мидың эмоцияларға жауапты бөліктері белсенді болатынын анықтады. Психологтардың зерттеулері көрсеткендей, тұрақты позитивті ойлар мидағы жаңа нейрондық байланыстарды қалыптастырады. Бұл өзіне деген сенімділік пен эмоционалдық тұрақтылықты арттырады. Келесі, кешіру. Өзіңізді және басқаларды қалай босатуға болады? Кешіру бұл әлсіздік емес, күштің белгісі дейді Луиза. Кешіру бұл тек басқаларды босату ғана емес, ең алдымен өзіңізді босату. Луиза кешірмеу сезімі біздің ауыр эмоциялармен және физикалық аурулармен шектейді деп түсіндіреді. Кешірім жасау бұл сіздің өміріңіздегі ауыртпалықты жеңілдетудің бір жолы. Мысалы, кешірім сізді өткен реніштерден босатып, қазіргі сәтте толыққанды өмір сүруге мүмкіндік береді. Егер сіз ренішті ішіңізде сақтасаңыз, бұл ауыр сезім денеңізде сақталып, сізге зиян тигізіп, денсаулығыңызға әсер етеді. Бір әйел әкесіне көп жылдар бойы ренжіп жүреді. Ол бұл сезімдерді босатпай, нәтижесінде жиі бас ауруы мен арқа ауруынан зардап шегеді. Луиза оған әкесін кешіру үшін хат жазуға кеңес берді. Ол бұл хатты жібермесе де, өзінің сезімдерін босатқаннан кейін, оның денсаулығы жақсара бастайды. Ғылымда қалай дәлелденген?
Гарвард университетінің зерттеулері кешірудің қан қысымын төмендететінін және стрессті азайтатынын көрсетті. Бұл сіздің эмоционалды жеңілдігіңізді ғана емес, физикалық денсаулығыңызды жақсартады деген сөз. Өзіңізді жақсы көру сіздің басты құпияңыз. Автор өзін жақсы көруді үйрену өмірді өзгертетінін айтады. Көптеген адамдар өздерін кінәлап, кемшіліктерін айыптап, өздеріне қарсы тұрады. Луиза бұны өзгертуге шақырады. Айнаның алдына тұрып, көзіңізге қарап, мен сені жақсы көрем деп айтыңыз. Өзін жақсы көру бұл тек мақтану немесе өзімшілдік емес. Луиза өзін жақсы көруді ішкі мейірімділік пен қамқорлық ретінде қарастырады. Бұл дегеніміз, сіз өзіңізді қабылдайсыз, өзіңізді кемелдендіруге тырыспай, бар болмысыңызбен қабылдап жақсы көресіз. Адамның өз-өзін жақсы көруі бұл өміріңіздегі ең маңызды қадам. Егер сіз өзіңізді сүйе алмасаңыз, басқалардың махаббатын қабылдау немесе өмірдің толық бақытын сезіну қиын болады әрине. Бір жас ана үнемі өзін балаларына жеткілікті түрде қамқорлық көрсетпедім деп айыптайтын. Өзін жақсы көріп үйренгеннен кейін, өзін қамқорлығына алып, өз-өзіне уақыт бөліп үйренгеннен кейін, ол тек ана рөлінде емес, адам ретінде де бақытты бола білді. Өзін өзі жақсы көру туралы зерттеулер өзіндік құндылықтың жоғары деңгейі күйзеліске төзімділікті арттыратынын және психологиялық денсаулықты жақсартатынын дәлелдейді. Келесі, өзіңіздің шынайы өміріңізді жасау. Автор біздің өмірімізде не болып жатқаны үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алуды ұсынады. Ол сіздің ойларыңыз бен әрекеттеріңізді өзгерту арқылы болашағыңызды құруға болатынын айтады. Бұл көптеген оқырмандар үшін мотивация. Сіздің өміріңізде болып жатқан барлық нәрселер үшін жауапкершілікті өз мойныңызға алуды ұсынады. Бұл сізді кінәлау немесе өзіңізді жазалау емес, керісінше өзіңіз қалаған өмірді құру мүмкіндігі деп түсіну керек. Мысалы, егер сіздің өміріңіздегі бір нәрсе сізге ұнамайтын болса, оған басқаларды кінәлаудың орнына ойларыңыз бен әрекеттеріңізді өзгерту арқылы жағдайды жақсарта аласыз. Егер сіздің жұмысыңызда қиындықтар болса, сіздің ойларыңыз «мен ешқашан жақсы жұмыс таба алмаймын» деген теріс көзқараста болуы мүмкін. Осы сенімді оң ойға ауыстыра отырып, «мен өзімді жақсы жұмысқа лайықтымын» деп сенсеңіз, әрекеттеріңіз бен мүмкіндіктеріңіз де өзгереді. Жауапкершілікті өз қолыңызға алып, әрекетке көшсеңіз, түбінде нәтижесіне ие боласыз. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, ішкі бақылау сезімі жоғары адамдар өз өмірінде үлкен жетістіктерге жетеді және өмірге қанағаттану деңгейі жоғары болады. Қиялдың күші. Автор визуализацияның адамды қалай емдейтінін қарапайым және әсерлі тілмен түсіндіреді. Бұл процесте сіз өзіңізді бақытты, сау және табысты болуды елестетесіз. Ол оны шындыққа айналдырады. Визуализация бұл сіздің армандарыңызды елестету арқылы шындыққа айналдыру тәсілі. Луиза бұл процесті жаттығу ретінде қарастырады. Біздің миымыз қиял мен шындық арасындағы айырмашылықты ажырата алмайды. Егер сіз арманыңызға нақты суреттер берсеңіз, сіздің әрекеттеріңіз осы қиялды жүзеге асыруға бейімделеді. Мысалы, егер сіз белгілі бір жұмысты алғыңыз келсе, өзіңізді сол жұмыста елестетіңіз. Кеңседе отырғаныңызды, мақтау алғаныңызды, табысты екеніңізді көз алдыңызға келтіріңіз. Бұл сізді жаңа мүмкіндіктерді іздеуге итермелейді. Бір жас қыз дизайнер болуды армандайды, бірақ өзіне сенбейді. Луиза оған өзіне студиясы бар және клиенттермен жұмыс істеп жатқанын елестетуді ұсынады. Ол қиялын күн сайын қайталап, кішкентай қадамдар жасай бастайды. Бірнеше жылдан кейін оның жеке дизайнерлік бизнесі де пайда болады. Сонымен, кітапта автор сізге өз ойларыңызды, сенімдеріңізді, эмоцияларыңызды қайта қарап, оларды өзіңізге пайда әкелетін құралға айналдыруды үйретеді. Бұл жай жиынтық емес, өзіңізді терең түсінумен жаңаша өмір сүруге шабыт беретін құрал деп түсініңіз. Назарларыңызға рахмет. Комментарийда келесі көргіңіз келетін кітапты жазып кетіңіздер. Тіркеліп, лайк басуды да ұмытпаңыздар.